102-ге ерігіп хабарласып, операторлар жұмысына кедергі келтіретіндер көп қазір. Мәселен, соңғы 6 айда полицияға 4 жалған қоңырау келіп түскен. Ал көшедегі бейне бақылаулардың көмегімен 10 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Осыған орай полиция әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жалған телефон шалған адамға белгілі көлемдегі айыппұл салынатынын ескертеді. Тіпті қылмыстық жазаға тартылуы да мүмкін. Тілшіміз Рахат Күзбергеннің бейне материалы. Беркут бір, байланыс обстановка, нақ жүрген жерің баяндашы. Нақты жүрген жеріміз бокс қаралы жағындамыз. Бұл бөлмені ішкі істер департаментінің жүрегі деуге болады. Полицияға, яғни 102 телефонына хабарласқан адамдардың барлық қоңырауы дәл осы жедел басқару орталығына келіп түседі. Қоңырауларды тәулік бойы жұмыс істейтін 3 оператор қабылдап отырады. Алайда халық арасында полицияға хабарласу қиын деген шағымдар да жиілеп кетті. Тәртіп сақшылары болса, әр оператор тәулігіне 100 шақты қоңырауға жауап беруі тиіс. Дегенмен олар 2 есе көп қоңырау қабылдауға мәжбүр болып отыр. Өйткені себепсіз хабарласатындар көп дейді. Күнделікті арнамызға келіп түсетін хабарламалар 500-600-ға жуық хабарламалар түседі. Оның ішінде 250-270-ге жуық арнайы тіркелген хабарламалар болып есептеледі. Әр хабарламаны тіркеуге міндеттіміз. Жедел басқару орталығының қызметкерлері қаланың қым-қуыт тіршілігі мен қоғамдық орындардағы тәртіпті бейне бақылау камералары арқылы қадағалап отырады. Мәселен, осы камералардың көмегімен биыл 260 қылмыс ашылған, ал жол бойына орнатылған 200-ден астам құрылғы рөлде отырған адамның не істеп отырғанына дейін дәл көрсете алады. Қылмыс бойынша түскен хабарламаны алгоритм бойынша әр полиция қызметкерлері отырғандар өздерінің санатына бөліп береді. Егер қоғамдық орындарда болатын қылмыстар болатын болса, сол жерде орналасқан бейне бақылау камерасымен қарайды. Әрине басқа автоураган бар, автокөлікте жасаған қылмыс болатын болса, автоураган көмегін пайдаланады, экипаж жіберіледі, жедел тергеу тобы жіберіледі. Тағы да басқа әрекеттер жасалады. Бір күнде бейне бақылау камералары арқылы шамамен 60-70-ге жуық құқық бұзғандар анықталады екен. Оның ішінде көлігінде отырып далаға қоқыс лақтыру, көлікті рұқсат етілмеген жерге қою, рөлде отырып телефонмен сөйлесу сияқты фактілер де бар. Тараз тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге күніне 120 полиция қызметкерлері жұмылдырылады. Ал олардың жұмысы осы орталық арқылы реттеледі. Рахат Күзберген, Ермек Кеншімбек, 77 News.